Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен осындай керемет Қарақалпақ елінің хожелі мантысын жасайтын боламын. Алдыменен менің арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. YouTube арналарындағы қазақ тілді контенттерге өз үлестеріңізді қосады деген сенімдемін. Алдыменен хожелі мантысының қамырын илеп аламыз. Мен шамаменен кішірек 2 зуала болатындай қамыр илегелі жатырмын. Ол үшін алдын ала жылы суға тұзды салып дайындап қойдым және 2 жұмыртқа қосқалы жатырмын. Қамырымыз әдем болып иленсін деп суын аз-аздан құйып отырып, осылайша жақсылап илеп аламыз. Кішкене судан құйып отырамыз арасында аз-аздан. Қамырымыз өте қатты да емес, өте жұмсақ та емес, орташа болып шығуы қажет. Осылайша жақсылап қамырымызды илейміз. Бұл хожелі мантысын көпшілік адамдар жақсы көреді, ұнатады деп ойлаймын. Әсіресе біздің Шымкент қаласында Озера деген бұрыннан келе жатқан базарымыз бар. Озера дейміз, немесе Қырқыбазар деп айтатын. Сол жерге киім алуға барғанда, базар аралауға шыққан кезде міндетті түрде осы хожелі мантысын сатып алып жейтінбіз. Сол бала күндегі жеген мантының дәмі әлі күнге дейін аузымыздан кетпейді дәмі. Анда-санда үйде отырған кезде есімізге алып қоямыз. Ой, сондағы Озера базарындағы манты ай деп үнемі айтып отырамыз. Енді қамырын илеп бастырып қойғаннан кейін арасына салатын салмамызды дайындаймыз. Салманы дайындау үшін мен 450 граммдай тартылған етті дайындап қойдым. Одан кейін 5-6 дана пиязды майдалап, ұсақтап, турап шықтым. Одан кейін пияздың өзіне ғана дәмдеуіштерімді қосып, жақсылап, пиязымды мұжып отырып, жақсылап араластырып алдым. Қара бұрыш, қызыл бұрыш, кристаллик, мантыға арналған дәмдеуіштер, тұз бәрін қостым. Сосын етті салып тағы да араластырдым. Одан кейін міне көріп отырсыздар, кішкене сұйық қосып жібердім. Сөйтіп тағы да мына фаршымызды, етімізді жақсылап, осылай жақсылап араластырып, тоңазытқышқа қойып қойдым, қамырымды жайып болғанша. Мінекей қамырымды жайып болып та қалдым. Қамырымыз осындай жұп-жұқа болып, осылай жайылу қажет. Одан кейін қамырымызды кесіп аламыз. Негізі хожелі мантысының қамырын үлкен етіп кесіп алу қажет. Шамаменен 20-20 болу керек квадрат. Мен енді сәл кішірек қылып жасап жатырмын. 15-15 қылып кесіп жатырмын. 15-15 аз емес, ол да үлкен болып шығады. Шамамен. Мінекей осылай квадратқа бәрін кесіп дайындап қоямыз қамырымызды. Мінекей көріп тұрсыздар, жұп-жұқа болып, әдем болып жайылды. Енді осы қамырларымызды жайып қоямыз да үстіне етін салып шығамыз. Кәдімгі мантыға салғанда емес, бұл жерде етін аздау саламыз. Одан кейін салған етімізді жаймалап шығамыз. Осылай қамырдың бетіне жаймалаймыз. Бұл хожелі мантысының дайындалу жолы өзі осындай. Етін аз салу қажет. Пиязы көптеу болса, тіптен тәтті болып шығады, дәмді болып шығады. Еті аздау, пиязы көптеу болған дұрыс. Мінекей осылай түйіп шығамыз.
жалпақ болып шығады, кәдімгі манты сияқты емес, бұл жайпақ болып шығады, жұқа жайпақ болып осылай түйіледі. Осылайша барлық мантымыздың бәрін түйіп шығамыз. Сосын алдын ала май жағылып дайындалып қойған манты табақтарына мантыларымызды салып жайғастырып шығамыз. Мінекей, мантыларымызды осылай табақшаға ретіменен қойып орналастырып шығамыз. Бірінің үстіне бірін осылай қабаттастырып, жағып, қойып, одан кейін үстіне сұйық майдан жағып отырамыз. Бір-біріне жабысып қалмас үшін. Әрі орын алмайды. Осылайша мантыларды қойып шықсақ, мантыларымыздың бәрін осылайша қойып шықсақ, көп мантыны қоя аламыз. Әрі жабыспайды, май жағып, бәрін осылай қойып шыққан кезде мантымыз жабыспайды. Міне алдын ала қойып қойған суымыз қайнап жатыр. Енді осының үстіне жаңағы түйілген мантылерімізді әкеп қоямыз. 45 минутта мантымыз дайын болады енді, Құда қаласа. Енді сол мантының үстіне осындай салмасын дайындаймыз. Подлифін дайындаймыз. Кішкене сұйық майға пиязды салып қуырдым. Одан кейін ажига деп айтып жатамыз ғой. Жаздың күні жапқан банкідегі ажигаларымыз аштысы бар ішінде. Соны қосып, жақсылап қуырып аламыз. Мінекей менің мантымда дайын болды 45 минутта. Міне мантаваркіден оңай алынып жатыр. Міне ешқандай жабыспаған, бәрі бүтін, әдемі болып пісті. Осындай жалпақ болып піседі, өзі жайпақ болып. Енді жаңағы дайындаған ашты тұздығымды осылайша үстіне жағып жейміз. Өте дәмді, керемет болады. Негізінде бүгінгі жасаған ходжелі мантымыз өте дәмді болып шықты. Қараңыздар, қандай керемет, адамның тәбетін ашады. Өте дәмді, әрі тойымды, керемет тамақ. Сіздерге бүгінгі жасаған мантым ұнап жатса, сіздер де осылай жасаңыздар. Өте керемет болып шығады.